Әлем ғалымдары дабыл қағуда. Біз адамдар Марсты, Айды зерттеп, галактикаға сапар шеккіміз келеді. Бірақ ең қызығы, біз өзіміздің аяғымыздың астындағы жерді толық зерттеп, оның құпиясын аша алмадық. Жерге не зиян, не пайдалы, біз өзіміздің планетамызға қалай әсер етіп жатырмыз, соны ойламадық. Ал табиғат бұл қателікті кешірмейді. Ағылшын ғалымдарының айтуынша, жер асты магмасының көтерілуі салдарынан сейсмикалық белсенділік көтерілуде. Жер сілкінісі мұхит түбінде де, құрлықта да орын алады. Соңғы жылдары тіпті бұрын-соңды болмаған жерлерде де жер сілкінісі болған. Жер сілкінісінің саны да, оның қуаты да артып келеді. Жер сілкінісі санынан жылдан жылға қарай өсіп бара жатқанын осы кестеден көре алсаңыздар болады. Соңғы 6 айдың өзінде әлемде 5 балдан жоғары 686 жер сілкінісі тіркелген. Ал соның 10-ы 7 балдан жоғары болған. Ал 7 балдық жер сілкінісі бұл қиратушы жер сілкінісі болып есептелінеді. Ал кейбір аймақтар жер сілкінісін бірінші рет бастан өткізген. Мысалға, Канадада 22 жылдың 29 қыркүйегінде бірнеше жер сілкінісі болды. Ең ірі жер сілкініс 5,8 бол. Ал одан не бопты деп ойлайтын боларсыз. Бірақ тарихта бұл аймақта бұрын-соңды жер сілкінісі болмаған. Бұл жер сейсмикалық қауіпті аймақ болып есептелінбейді. Не өзгерді? Не нәрсе бұрынғыдай емес? Не болып жатыр? Біз неге білмейміз? Ары қарай жалғастырсақ, 2023 жылдың 6 ақпаны Түркия мен Сирияда жер сілкінісі болды. Бәріміз естідік, білеміз, шкаласы 7,8 және 7,5 балл. Бірақ ең қызығы, осы жер сілкінісінен соң айлар бойы жер сілкініп тұрды. Наурыз айының соңына дейін 11.000 жер сілкінісі тіркелген. Өте баяу тербелістер, оны адам да сезбейді, тіпті кейбір үй жануарлары мен сейсмикалық аппараттар ғана біледі. Ал сол 6 ақпан күнгі бір ғана сәттік жер сілкінісінен екі елде 50.000-нан астам адам қаза тапқан. Ғалымдар осы оқиғадан бір күн бұрын 5 ақпанда Фиджи аралы мен Мариана шұңғымасында бірнеше жер сілкінісін тіркеген. Ең бастысы, бұл жер сілкінуінің ошағы 500 метр тереңдікте болған. Жер сілкіну ошағы әдетте 5-8 километр аралығында болады. Себеп, осы қашықтықта жердің қабаты әлсіз, шытынағыш келеді. Ал 500 километр тереңдікте жердің тас қабаты да жоқ, магма бар. Ол жерден жер сілкіну ошағы болмайды, бұл мүмкін емес деп ойланған болатын. Алайда жер сілкінісінің бұл қауіпті түрі терең фокусты жер сілкінісі деп аталынады. Терең фокусты жер сілкінісі бұл плиталардың соқтығысуы немесе шытынауы емес, бұл магманың қайнап жарылуы екен. Жердің ең жұқа тас қабаты Мариана шұңғымасында. Магмадан кейін 5 километр жерде тас қабат, ал содан соң дүниежүзілік мұхит. Ал дәл осы Мариана шұңғымасы дүниежүзілік мұхиттың ең терең жері. Магманың қайнап жарылу күші мыңдаған атом бомбасының жарылу күшіне пара-пар келеді екен. Яғни бұл Түркиядағы және Сириядағы жер сілкінісіне тікелей әсер етті деп айтуға болады дейді ғалымдар. Бізге, яғни адамзат өкіліне Ай мен Марстан, галактика мен жұлдыздардан бұрын аяғымыздың астындағы жерді зерттеп, оның құпиясын анықтау керек. Өзің тұрып жатқан планетаның қирап жатқанына жайбырақат қарап отыру, нөсер мен су тасқынына, қуаңшылық пен ашаршылыққа, торнадолар мен құйындарға, бұршақ пен қарға, жан-жануарлар мен құстардың азаюына, ормандардың өртенуіне қарап отыруға болмайды. Ең бастысы, біз өз планетамызда не болып жатқанын білуіміз керек, зерттеуіміз керек. Аспан жеті арнасына тіркеліңіз, видеоға лайк басыңыз. Соңғы 48 сағатта әлемде болған су тасқыны апаттары жайлы видеоны жасадық. Экраныңызға шығып та тұрған болар. Міндетті түрде көріп шығыңыз. Сіз өз планетаңызда не болып жатқанын білуіңіз керек.